турда берілген 25 сұрақтың 15 сұрағына дұрыс жауап беру керек. Сол жағдайда екінші турға өткен болып саналады. Екінші турға өткен жаңағы студентіміз билеттерді суыру тәртібімен кез келген Конституцияның баптарына келген сұрақтарға жауап беру керек, яғни жатқа айта білу керек. Конкурсқа қатысу барысында анықтағанымыз, яғни өте көптеген студенттер бұл сайысқа қатысуға өтініш білдірген екен. Яғни бұл өте жақсы көрсеткіш, жастарымыз Конституцияны өте жақсы біледі екен, және өздерінің осы сайыс кезінде өздерінің осы заң тұрғысынан білімдігін жоғары деңгейде көрсетті. Конституцияны жатқа білемін конкурсында оқу ақысына 30% жеңілдік иегері Сабырғали Нұрсейітовке. Біз 25 сұрақтан құралған тестқа жауап беру арқылы мен 19 балл жинадым. 19 балл жинау арқылы екінші турға өттім. Және ол турда өзімнің оқыған біліктілігімді барынша көрсете алып, қазылар алқасының шешімімен екінші орынға ие болдым, яғни 50% жеңілдік оқу ақысына. Бұл мен үшін, менің отбасым үшін өте үлкен қуаныш.